Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum rahmatullohi wa barakatuh. Qadырменді ағайын, тәжвид сабағын сіздермен одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі сіздермен өтетін тақырыбымыз дамир тақырыбы. Дамир дегеніміз бұл сөздің соңында келетін ху және хи есімдіктері. Бұларды дамир деп атаймыз. Мәселен, ху дамиріне тоқтап кетейік. Мына ху деген дамир егер сөздің соңында келетін болса, мінекей сөздің соңында келіп тұр мына жерде. Және де оның алдындағы әріп және одан кейінгі әріп харакатты болатын болса, онда мына ху дамирінің соңында уау әрпі бар секілді сосылып оқылады. Яғни бұны жасырын уау, яғни уау мұқаддара деп айтылады. Мысалға, мағу деп жазылуы осылай келеді Құранда. Бірақ бұл жасырын түрде қалай оқылады? Мағу деп. Ал енді оны қайдан білеміз? Бұны бірінші алдында харакаттарынан білеміз. Екінші, Құран-ы Кәрімде осындай дамирлердің соңында мынандай белгілер көрсетіледі бізге. Сол белгілер арқылы біз оны қаумуху деп екіге созамыз. Мысалдарды оқып кетейік түсінікті болу үшін. Мағу, көрдіңіз бе, белгі тұрғаннан кейін біз білеміз бұл дамир екенін екіге созамыз. Мағу ашидда'a жа'алаху даккан қаумуху қала расулуху валладина. Расул мәт әрпі созамыз. Расулуху, мына жерде дамир етіп созамыз. Луху уау бар секілді. Расулуху валладина раббуху бикалиматин ахладаху калла. Мінеки бұл ху дамиріне қатысты мысалдар. Енді хи дамиріне қатысты мысалдар. Бұл хи дамирі да солай. Тура сөздің соңында келсе, және де оның алдыңғы және соңғы әріптері харакатты болатын болса, бұл хи дамирінің соңында я бар секілді оқылады. Яғни бұл я мұқаддар, жасырын я деп айтылады. Мысалы, жазылуы бұлай келеді, бихи, бірақ оқылуы бұлай болады, бихи. Енді мысалдарға тоқталып кетейік. Мысалға, бихи. Құранда да осындай белгілер дамирдің соңында көрсетіледі. Сол себепті сіздер жеңіл оқи аласыздар. Құранда шыққан кезде оның біліп отырасыздар дамир екенін. Мына жерде де мінекей дамир екенін Құранда оқыған кезде біліп отырасыздар. Бихи иннаху биядихи уқдату мислихи вад'у бисихрихи фамаза ва кутубихи ва русулихи қаблихи афала. Мінеки бұл дамир тақырыбы. Енді келесі тақырыбымыз хамза тақырыбы. Алдында сіздер бұл белгімен таныстыңыздар. Хамза тақырыбы. Енді осы хамзаның кейбір ерекшеліктеріне тоқталып кетейік. Бірінші айта кететін мәселе, бұл хамзаға тірек болатын мәт әріптері. Алиф, вау, я әріптері. Осы үш әріп бұл хамзаға тірек болады. Яғни хамза осы әріптердің үстіне келеді. Үстіне немесе төменгі жағына келеді. Яғни көбінесе алифтің үстіңгі жағына және төменгі жағына келеді. Я мен ваудың үстіңгі жағына келеді. Астыңғы төменгі жағына келмейді. Енді мына мәселеге тоқталып кетейік. Егер хамзаның харакаты фатха немесе дамма болса, көбінесе алифтің үстіне келеді. Ал кәсра болса, алифтің астына келеді. Енді хамзаның жазылуына келетін болсақ, хамза егер фатхалы, фатхалы және даммалы болса, алифтің үстіне келеді. Ал егер кәсралы болса, хамза міндетті түрде алифтің төменгі жағына келеді. Бұл хамзаның бір жазылу ерекшеліктерінің бірі. Одан кейін хамзаның сөздің ортасында және соңында қалай жазылады? Осы мәселелерді қарап өтейік. Хамза егер өзі кәсралы болса, хамзаның харакаты, немесе хамзаның алдындағы әріп кәсралы болса, онда хамзаның тірегін я әрпі атқарады, және де яның мінекей мына жерге нүктесі жазылмайды,
хамзаның ол жерде өзі оқылады. Мысалы, яума изин. Бұл жерде хамза кәсірәлі болып кеп тұрғаннан кейін харакаты яума изин болып өзі оқылады. Яйдың орнына яй оқылмай, және нүктесі қойылмайды. Мына жерде де солай. Су иля. Хамза өзі кәсірәлі болып кеп тұр. Мінекей, оның тірегі я болып тұр. Негізі мына жерде бірақ я оқылмайды, хамзаның өзі оқылады. Су иля. Одан кейін хамзаның өзі немесе оның алдындағы әріп дамма болып келетін болса, онда хамзаның тірегі мінекей мынау вау болады. Вау болады. Және де уа әрпі өзі оқылмайды, оның орнына мынау хамза оқылады, хамзаның харакат оқылады. Мысалы, да уля. Да уля болып оқылмайды, вау оқылмайды. Көрдіңіз бе? Да уля хамза оқылып тұр. Мына жерде хамзаның алдындағы әріп дамма болып кеп тұр. Мына жерде қате жазылып кеткен, мына фатха болып у негізі мына жерде юәллифу. Мына жерде юәллифу көрдіңіз, тірегі уау болып тұр, бірақ уау оқылып тұрған жоқ, ә болып оқылып тұр хамза. Көрдіңіз ғой? Яғни тірегі уау болғанмен уаудың өзі оқылмайды. Бұл жерде хамзаның өзі оқылады, яғни хамзаның харакатымен бірге оқылады хамза. Мысалға қараңыз, мына жерде ю негізі юәллифу. Әллифу уау оқылған жоқ, бірақ тірек болып тұр. Енді тура сол секілді хамзаның өзі және алдындағы әріп фатха болса, оның қызметін әлиф атқарады және тура солай оқыла береді. Қара-ә, сә-ә-лә. Енді осы айтылғандарға тағы бір қоса кететін бір ерекшелік, хамза оқылған кезде кішкене сәл қаттырау және де бөлініп оқылады. Яғни хамза оқылған кезде бөлінеді. Мысалы, да уля, көрдіңіз бе? Да уля. Егер мына жерде хамза болмаған жағдайда дауля болып оқылатын еді. Уаудың өзі болса дауля болып оқылатын еді. Хамза болғандықтан бейне бір сөйлемді қайтадан бастағандай дауля. Мысалы, қара-ә деп. Егер мына жерде хамза болмай әлиф қана болса, біз онда мәт қып созып қара деп оқитын едік. Мына жерде хамза болмай тек қана әлиф болса сәл ағып оқитын едік қой. Ал хамза келгендіктен бейне бір сөйлем жаңадан басталғандай қара-ә, сә-ә-лә. Көрдіңіз, бөліп оқылады. Енді хамза бөлініп оқылады. Бір ерекшелігі осы. Енді кей жағдайларда хамзаның тірегін әлиф атқарып кететін кездері болады. Мысалға, даммалы болған хамзаның тірегін әлиф атқарып кететін кездері болады. Мысалы, яқрау, мына жерде жазылмаған яқрау деп. Немес оның тағы бір нұсқасы бар, мысалы, яқрау. Ол енді ережеден тыс жағдайлар, бірақ кездеседі. Бірақ түк қиындығы жоқ. Сіздер ол жерде хамзаның осы оқылуына байланысты біліп аласыздар. Яқрау. Және де бұны Құранға түсіп біз тәжірибеге түскен кезімізде, тәжірибемізді бастаған кезде бір-екі оқудан ары қарай түсініп кетесіздер, иншалла. Ал енді хамза харакатсыз болса, сукун болып келетін болса, ол алдындағы әріптің харакатына сәйкес оқылады. Мысалға, бірақ бұл жерде оқылған кезде жаңа біз алдында да айттық, бі, мысалы, ши-та деп оқылады мына жерде. Ал енді егер хамза сукун болып келетін болса, онда өзінен бұрын тұрған әріптің харакатына иіліп оқылады. Мысалға, я-кулуна. Және де бұны оқыған кезде я деп біраз күшпен ударение жасайсыздар хамзаға. Я-кулуна. Мына жерде көрдіңіздер, шин әрпі кеп тұр, харакаты кәсіра. Демек, хамза осыған қата иіледі, яғни ши-та, ши-та, би-сәмә, бу-сун. Көрдіңіз ғой? Бу-сун. Сукун болып келген кезде, яғни алдыңғы әріптің харакатына қарай сәйкестеліп оқылады. Енді кей жағдайда хамза сукундалған әріптен кейін келеді. Ол кезде хамзаның өзі ешбір тірексіз, яғни астында вау, әлиф немесе я секілді тіректері болмай, хамзаның өзінің белгісі ғана жазылады дағы, солай оның үстінде қандай харакат белгісі тұр, солай оқыла береді. Мысалға, шай
мына жерде я әрпі сукун болып келіп тұр. Яғни сукундалған әріптен кейін келіп тұр. Көрдіңіз ғой, хамза. Сол себепті осындай белгісі ғана жазылады, ешбір тірексіз. Шайун. Таса, яғни ешбір белгісіз келіп тұр. Мына алиф, яғни бұл сукундалған алиф болып есептеледі. Сол себепті тасаәлә болып оқылады. Енді хамзаның созылуына байланысты сабақтарды алдыда өтеміз. Құдай қаласа, хамзаның мына жерде дыбысталуына байланысты бір ерекшелік айтылған, оны біз атап кеттік. Жаңағындай оқылып жатқан кезде бөлініп оқылатында. Қараа, және кішкене қаттылап оқылады. Сәәлә. Одан кейін мына бір мәселені ескерсеңіздер, хамза өзі сукундалып келген кезде алдыңғы әріптің харакатына иіледі және якулуна ши'та деп кішкене ударение жасалады хамзаға. Бисама бусун деп. Енді жалпы сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Алдағы уақытта практикаға түскен кезде бұлардың бәріне егжей-тегжейлі тоқталатын боламыз. Құдай қаласа, Алла тағала білімдеріңіз арттырсын, жеңілдік берсін. Енді сіздерге үй жұмысы осы дамир және хамзаның ерекшеліктерін мұқият жақсылап оқып келіңіздер. Сондай-ақ алдыңғы сабақта өткен мәттердің созылуларына да қатты көңіл бөліп келсеңіздер. Өйткені ендігі біздің өтетін алдағы сабақтарымыз сол мәттерге, хамзаға тікелей байланысты сабақтар. Алла тағала баршаңызға жеңілдік берсін. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.